Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді шпинат және сыр қосылған бөрек пісіреміз, немесе рулет. Ол үшін бізге 700-800 грамм ұнға 350 мл тұздалған су қосып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. 20 минут тынықтырып қоямыз қамырымызды. Тыныққан қамырды алып, 80-100 грамм мөлшерінде кішкентай күлшелерге бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей. Шамаменен 10-12 күлше шығады. Енді әр күлшені кішкентай тарелка көлемінде жайып, үстіне үй температурасында еріген сары май немесе сұйық майды жағамыз. Екі жағынан. Осылай қамырымызға май жағып, бірінің үстіне бірін қойып, 20 минутқа тынықтырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. 400 грамм брынзаны үгітіп аламыз. 400 грамм шпинатты жуып, тазалап, турап аламыз. Шпинат пенен брынзаны қосып, 1 шай қасық тұз қосамыз. Жарты шай қасық бұрыш қосамыз. Араластырып аламыз. Енді қамырымызды алып, қолменен жұқарта отырып созамыз. Видеода көрсетілгендей. Қамыр өте икемге келетін, оңай созылатын қамыр. Қамырдың бір шетін қайтарамыз. Салманы салып, видеода көрсетілгендей, рулет етіп ораймыз. Енді рулетті видеода көрсетілгендей ораймыз. Осылай барлық күршелерді істеп дайындап шығамыз. Бөректерімізді противенге теріп, үстіне жұмыртқа жағамыз. Күнжіт сеуіп шығамыз. 180 градуста 25 минут пісіреміз, сап-сары болғанша. Бөректер дайын, өте дәмді, іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып піседі. Өте жеңіл тағам. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.